Жаназамды 99 молда шығарсын, оған бірде-бір орыс қатыспасын. Ыбырай Алтынсариннің осылай дегені рас па? Рас болса, неге олай айтты? Бүгін сол жайлы айтамыз. Ыбырай танушы Серікбай Оспанұлы өзінің Ыбырай әлем атты кітабында мынадай дерек келтіреді. Әлихан Бөкейханның күйеу баласы Смағұл Сәдуақасұлы 1926 жылы 29 қазанда Ташкенттегі тұңғыш жоғары қазақ педагогика институтының ашылу салтанатында жасаған баяндамасында Ыбырайдың дүниеден өтер сәтінде өзіне бірде-бір орысты, тіпті достарын да кіргізбеуді, жаназасына 99 молда қатысқанын өсиет еткенін айтады. Ыбырай неге орыстан осынша жерінді? Ол араласқан орыстар кімдер? Дәл таптыңыз, ең алғашқысы әрине Ильминский. Ильминскийдің кім болғанын құлпытасында жазылған мына сөзден-ақ аңғаруға болады. Вечная память. Здесь покоится тело Николая Ивановича Ильминского, великого просветителя инородцев учением Христовым. Инородцы, яғни иной род деп Ресей империясында тұратын славян неместерді атаған. Сонда Ильминский иной род, яғни тегі бөтен башқұрт, қазақ, татар секілді бұратана халықтарды шоқындырушы миссионер болған. Ыбыраймен қатар аталатын екінші орыс ол Катаринский. Бұл кісі жайлы көп сөйлемей-ақ бір ғана факт айта салайын, сол жеткілікті болар. Катаринский Ильминскийдің шәкірті. Ыбырай хаттарында аты жиі аталатын тағы бір орыс ұлтының өкілі уезд бастығы полковник Яков Петрович Яковлев. Ильминский Яковлевті Алтынсаринге әкесіндей қамқор болады. Ыбырай да оны аса қадірлейтін деп сипаттайды. Ыбырай да өз хаттарында Яковлевті құрметті ақсақалымыз деп атайды. Тіпті өз ашқан бір мектепке Яковлевтің атын да берген. Осы жерде бір мән беретін деталь, Ыбырай 1889 жылы қайтыс болды, ал Яковлев араға бір жыл салып 1890 жылы көз жұмды. Яғни Ыбырай қайтыс болған кезде Яковлев әлі тіреді. Осындай жанашыр адамның өзін Ыбырай өз жаназасында болғанын қаламады. Қорыта айтқанда, Ыбырай жаназасына 99 молда қатысуын өсиет етті ме? Смағұл Сәдуақасұлының баяндамасына сенсек, иә. Өмір бойы орыспен араласса да, неге дүниеден өтер шағында бірде-бір орысты кіргізбеуді сұрады? Себебі Ыбырай араласқан орыстар қазақты шоқындырушы миссионерлер еді. Олар Ыбырайды қазақты шоқындыру ісіне пайдаланбақшы болды. Ал атамыз олардың ақшасын алып, балаларды ізгілікке шақыратын шығармалар жазды. Мектептер ашты. Ал ол мектептерден қазақтың тарихына бетбұрыс әкелетін тұлғалар түлеп ұшты. Енді сұрақ, патша үкіметі Ыбырай Алтынсаринді пайдаланды ма, әлде Ыбырай Алтынсарин патша үкіметін пайдаланды ма? Айтпақшы, менің мұнда